Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін біз жасалуына небәрі 15 минут уақытыңыз кететін апельсин қосылған осындай өте дәмді және де жұмсақ болып шығатын мадлен печеньеларын жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, қолдауларыңызды күтемін, достар. Алдымен шұңғылдау табамызды алып, ішіне барлық жұмыртқаларымызды саламыз. Одан кейін мөлшеріндегі қантты қосамыз. Венчикті немесе миксердің көмегімен де араластыруға болады. Тіпті қыздар шанышқымен араластырсаңыз да еш нәрсе етпейді. Ең бастысы қантымыз езілсе болғаны. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып болғаннан кейін келесі кезекте сары майды ерітіп құямыз. Сары май менде 82%. Одан кейін бір апельсиннің сыртын, шырынын осылай әдемілетіп барлығын ішіне салып араластырамыз. Мөлшеріндегі ұнды саламыз, жарты шай қасық ванилин қосылған осындай қопсытқышымызды салып, түйіршіктері кеткенше жақсылатып барлығын араластырамыз. 180 градуста пешімізді қыздырып бастаймыз. Барлық түйіршіктері кетіп, бізде осындай әдемі қоймалжы масса пайда болады. Мадлен печеньеларының ыдыстарына немесе кекстардың ыдыстарына салсаңыздар да болады. 18-20 минутта біздің печеньеміз пісіп шығатын болады. Описание бөлімінде барлық құрамдары жазулы тұр. Дәл сол құраммен жасасаңыздар, сіздің печеньеларыңыз жұмсақ әрі табаға жабыспайтын болады. Сонымен қатар, достар, каналыма тіркелуге де ұмытпаймыз. Ал егер де қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыздар, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келетін болады. Видеоны соңына дейін қарап, қолдауларыңыз үшін рахмет. Аз болсын, сіздермен бірге болған Гаухар.